Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге миксерсіз, таразсыз, бокалдарсыз дайындалатын өте оңай әдемі кекс дайындайтын боламыз. Ыдысқа 3 жұмыртқа жарып, 12 ас қасық қант қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Сосын оған 12 қасық сүт және 12 қасық сұйық май қосамыз. Араластырып барлығын біріктіргеннен кейін сүзгі арқылы 12 қасық ұн қосамыз. Және 1 шай қасық разрыхитель қосамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл рецептте бізге 3 жұмыртқаға 12 қасықтан ингредиенттерін қосып, барлығын араластырып, формаға құйып пісіріп аламыз. Өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен бір қасықтан кекстің формаларына салып, 170-180 градуста осылай беті қызарғанша, зубочистка құрғақ болып шыққанша пісіріп аламын. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.